осындай стакандар жақсы көрем. Мына жақта қияр, помидор, колбаса, сыр, сосын саванна чай, май, сүт, йогурт, сосын мынандай бидай, чай и боржоми. Так, бүгін наурыз. Так, достар, бүгін 22 наурыз. Біз блогты жалғастыратын боламыз. Қазір сағат 8:30. Мен ұйқымнан тұрдым. Қазір бетімді жуып, түсімді жуып, шашымды тарайтын боламын. Сосын таңғы ас жейтін боламыз. Тілегенділіктеріңіз орындалсын, заманымыз тыныш болсын, денсаулықтарыңыз мол болсын. Және де менің влогыма қош келдіңіз. Ал енді кеттік. Мына жерде пирог, мына жерде самса, мына жерде бауырсақ. Ет пісіп жатыр, қазы. Жатыр себебі қазір кішігірім қонақтар келуі мүмкін. Астаналар каска сияқты ғой. Күшті каска. Мына жақта ет пісіп жатыр. Мына қазылардың дәмдері тәтті, мына жақта ет пісіп жатыр, мына жерде. Ауа райы орташа болып тұр, қатты суық та, қатты жылы да емес. Бірақ маған осындай ауа райы ұнайды. 2000 years later. Жоқ, бауырсақ бар ғой. Бауырсақ мөлшері ғой. Голландский шоколад, пантин, шампунь және пантин бальзам, сосын керасус сабыны. Сосын осындай чипсы, мепси тәттілер. Достар, бізде влог жалғасуда. Қазір үйге қонақтар келді. И маған сыйлықтар беріп отыр. Прям приятно бар ғой. Наурызда сыйлықтар алған. Күшті. Енді бірақ та мен осы жыл наурызда ешкім ештеңе сыйлай алмадым, өкінішке орай. Как раз мама алдында маған шашыма арналған заттар берген болатын. Гель для душа, бальзам, шашыма сондайлар берген болатын. Ал бүгін бетіме заттар алып келді. Как раз мен бетіме заттар бітіп жатқан болатын. И как раз рахмет. Жақсы көремін. Крем для лица, как раз мен крем бітіп жатқан болатын. Крем біткен болатын. Казахстанский шоколад. Чистая линия скраб. Менде как раз скраб жоқ болатын. Жақсы болды для нормальной комбинирования кожи. И чистая линия гель для омывания. Как раз ұнайтын заттары барлығы да чистая линияның продукциясы. Артық ешқандай өнім жоқ. Біреу. И мындай печенье. Қазір күшікпен бірге прогулкаға шығып жатырмыз. Жанында еще Айока бар. Міне, біз прогулкаға шығып жатырмыз. 1 сағаттай кейін жүріп қайту керекпіз. Сағатқа қарайықшы, неше болыпты?
сыйлаған болатын, өзім өте қатты сыйлағам. Ойбай, өзім өте қатты күткен болатынмын. Бұны историста көрсеткен. Егер сіздер мен өмірімді түгел бүкілеріңіз келсе, жақынырақ танысқыларыңыз келсе, инстаграм парақшама жазылып кетіңіздер. Маған ұнайды. Сонымен қатар осындай гель для душа 2 в 1. Негізі ұлдарға арналған, бірақ та бола береді деп айтты бізге. Бұл шашқа да и денеге де болады. Сосын мына жерде енді бетіме хрустим, шоколад және бетіме крем бана көрсеткенімдей. Домашний тапочка, сыйлық. Қазір 16 қыз деген киноны көріп, жаттығу істейін деп жатырмын 22 наурыз күні. Шығарым, бірақ та маған осындай коврик берген болатын, сторисқа айтқан болатынмын, қазір көрсетемін. Так, міне осындай коврик. Қазір жаттығу істейтін боламыз. Наурыз. 300 подписчик болды. Сол үшін бағанағы пирог түсірген болатынбыз. Барлықтарыңызға пока, рахмет. Осымен видеом аяқталды. Және келесі 22 наурызда 2000 подписчикке дейін жете береді.